Жағың ажырамай жамандық көрме деген. Бұл мен бұрын түсінбейтінім. Сонда біз 56 жылдан кейін жаңа Міржақыпты қазып алған кезімізде бас сүйегін шашы қап-қара, тіп-тік. Сонда қараңыз, бас сүйекті алып бүйтіп қойған кезімізде, ана мақтамен әдемі көмкеп бір киізді былай күтедік қой. Аппақ киізді, сөйтіп сол мақтаны төсеп, ана киіз мен айттым осылай жасаймыз деп. Сөйтіп қойған кезде жағы ажырады. Сонда қараңыз, Міржақыптың өзінің киелі адам ғой. Анау бөтен елде қанша жыл жатып, сөйтіп туған жеріне киеліп, енді өзінің туған жеріне көміліп үстінде жағы ажырады ғой. Көрдің қалай? Міне, сөйтіп сол Міржақыпты жерледік. Енді керемет бір әрине Гүлнар апай өте толқулы болды. Гүлнар апай, Гүлнар Міржақыпқызы тектіден қалған жалғыз тұяқ еді. Міржақыптың өзге балалары жастай шетінеп кетті. Оған 5 бала, 3 ұл мен 2 қызға әке болуды жазған екен. Содан тірі қалғаны тек осы Гүлнары ғана. Ол әке аманатына адал болды. Әлихан Бөкейхан Санкт-Петербургта орман шаруашылық университетін бітірген кезде 9 тілді білген екен. 9 тілді білген жалғыз студент ғылым доктор атағын алып шыққан. Ондай адамдар саусақпен санарлық сол кезде. Лениннен деңгей 10 есе артық болған. Сол кезде біреу айтыпты ғой, біздің Әлиханмен де сөйлесетін бір адам бар екен ғой, теңдей салатын деп. Шында Ленин кімнің қасында ергежейлі сияқты болған. Өкінішке қарай баудай қылып қырып тастады. Қырғыздарды да қырмаған 37 жылы, өзбекті де, тәжікті де ешкімді қырмаған, тек қана қазақтардан. Өйткені аналардың деңгейін көрген кезде шошыған, керемет әлемдік деңгейде. Көз алдыңызға елестетіңізші, сол 17 жылғы Әлихандардың жазған мақалаларын оқып отырған кезде мен сұмдық таңғаламын. Данияда сиырды қалай өсіріп жатыр, Австрияда қойды қалай өсіріп жатыр, жерді қалай бөліп жатыр, егінді қалай егіп жатыр. Мұхтар Әуезовтің 18 жылы Жапонияға барып келгендегі жазған мақаласын оқыған кезде адам сенбейді ана 18 жастағы адам жазғанына. Қандай ядерный керемет адамдар болған. Әлихан Ленинді де, Сталинді де бойына теңгермеген осыдан 80 жылдай бұрын Мәскеудегі НКВД-ның Бутырка түрмесінде алаш үшін азап шеккен Әлихан атамыз тұтқын анкетасын өз қолымен толтырғанда мамандығын журналист, аудармашы деп көрсетке. Революциядан кейін қазақтың Алаш Орда үкіметінің төрағасымын деп тайға таңба басқандай жазып кетіп. Тізесін бүкпеген, айлын жимаған, ешкімнен қаймықпаға. Қазақтың талай арсы жапон шпионы деген жаланы азапқа шыдамай мойындағанда, жалғыз Әлекең ғана сынбап. Рухы тасты да шабатын алдаспандай болғаны ғо. Ленин анкетасында мамандығын журналист деп, Сталин марксист деп жазып. Бұл екеуі де негізгі мамандықтары басқа бола тұра, журналист болға. Ленин Искра газетін шығарып, өзі редактор болса, Сталин бүкіл мақалаларымен сөйлейтін сөздерін өз қолымен жазға. Осы екі тұлғаны да Әлихан атамыз көзіне ілмеге. Әлекеңді әуелі Бутыркаға қамап тастағанда ескі марксист, Сталинге сөзі өтетін қарт бәлшебек, Маркстың өзін көрген Шелгунов, әй коба, кімді тұтқында ұстап отырсың деп босаттырып. Әлихан атамыздың үйқамақта болуы сода. Бірақ ақырында НКВД Нығмет Нұрмақов екеуін бір күнде атып тастаға. Әлихан Бөкейханның Ленинді де, Сталинді де бойына теңгермегеніне тағы бір дәлел бар. Ленин Алаш Орданы ақтап кешірім жасағаннан кейін, қазақ елінің атынан Ресеймен келіссөз столына Алаш Орда үкіметі отырады. Әлекеңнің өзі баратын жөні бар ғо. Бармайды, Алаш арыстарының ішіндегі ең жас Әлімхан Ермековті жібереді. Ленинмен 4 сағат ырғасқан Әлімхан Ермеков Қазақстанның осы бүгінгі шекарасын шегелеп, басқа да көп шаруаны тындырып шығады. Сонда Ахмет Байтұрсынов айтты деген сөз бар. Лениннің біздің Әлімханмен 4 сағатқа сөйлесуге жарады. Осал емес екен деген екен. Университетте Ленин 6 тіл біледі деп оқытқан. Біздің Әлихан атамыз 9 тілде еркін сөйлеп көсіліп жазға. Францияның күні бүгінге дейін шығып келе жатқан Фигаро газетіне француз тілінде 1930 жылы 2 мақаласы жарияланған көрінеді. Шіркін тауып әкелсе ғой. Сонда кім мықты? Әлекең бе, Ленин бе? Амал нешік, бәрі НКВД-ның қызыл қасабында құрбан болды. Не деймін?
Бүгінгі ұрпақ осы алаш арыстарындай болса екен деп армандаймыз. Мағау Ясембай.